Қостанай облысында фермерлер аграрлық несие корпорациясынан күзгі жиын-терім жұмыстарын жүргізуге қаржылай қолдау алды. Несие тек 5% мөлшерлемемен берілген. Бұл фермерлерге астықты еш қиындықсыз жинап алуға мүмкіндік береді. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Қазір егіс алқаптарында орақ науқаны қызғаншақ. Түсім жаман емес. Нұртоба қожалығы гектарына 11 центнерден өнім алуда. Егін бітік шығады деген болжам болғанымен, күн райының жиі құбылуы дәнді дақылдың пісіп жетілуіне кедергі келтірген. Мұндай қысылтаяң шақта аграрлық несие корпорациясы шаруаларға үнемі қолдау көрсетеді. Бұл қаржы ұйымын шаруаларға тиімді түрде көмек көрсететін жалғыз мекеме деп айтуға болады. Қазір 5%-дық кең дала 2 бағдарламасы да бар. Бұл біз үшін өте тиімді. Кең дала 2 пошла программа под 5%. Это вообще хорошая программа, считаю. Биыл кең дала және кең дала 2 бағдарламалар аясында Қазақстан бойынша көктемгі егін егу мен күзгі жиын-терім жұмыстарына 320 миллиард теңге шамасында қаржы бөлінді. Агроном Василий Капистерницкийдің айтуынша, қаржылай қолдаусыз бұл істі дөңгелетіп әкету мүмкін емес. Себебі науқанның тәуекел тұстары да бар. Выращиваем масличный на площади 1550 гектар алқапқа майлы, ал 7,5 мың гектар жерге дәнді дақылдар ектік. Оны 1075-і қатты сұрып. Біз қазір орташа есеппен 12 центнерден өнім алып жатырмыз. Жұмсақ дақылдарды оруға көштік. Аграрлық несие корпорациясы тағайындаған бағдарлама шарттары еліміздегі агросекторды қолдауға бағытталған. Зайымды еш кедергісіз беру мен аз проценттік несиені қайтару мерзімі өте тиімді. Корпорация биыл ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілердің келесі көктемгі және күзгі жиын-терім науқанын уақытылы өткізулері үшін қолдау көрсетеді. Фермерлердің кең дала 2 бағдарламасы арқылы жылдық 5% мөлшерлемесімен қаржыландырады. По ставке 5% годовых. Биыл алғаш рет фермерлерге кепіл мүлкі жетпеген жағдайда даму қоры 85%-дық кепіл беретін болды. Биыл республика бойынша қаржыландырудың жалпы сомасы 700 миллиард теңгені құрайды деп жоспарланған. Аслан Иса, Любовь Аплачкина, Қайрат Елеусізов, Жібек жолы, Қостанай облысынан.